Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты құдық суының шелекке қалай құйылатыны әлі күнге дейін жұмбақ. Жақсы тыңдалым болсын. Тарихқа көз жүгіртсек, шырақшы Үкаш ата құдығын ешкім қазып, қолдан құдық етпегенін бірден кесіп айтты. Аңыздарға сенсек, Үкаш ата Мұхаммед пайғамбардың тікелей тапсырмасымен осы маңға Қарт Қаратау тауының маңы ислам дінін насихаттау мақсатында келген екен. Нәтижесінде ислам дінін қабылдаушылар көбейіп, дін дұшпандары оның көзін құртуды ойлайды. Себебі мұсылман халқы көбейіп кетеді деп қорқыныш болады. Дін дұшпандары мұсылмандықты қабылдағандардың басын шауып, құлағын кесіп, көзін ойып іліп қояды. Мақсаты осы бір жауыздық арқылы елдің үрейін алу, көргендер қорқсын, ислам дінін қабылдамасын деген ой болыпты. Деректерде таң намазын оқып отырған Үкаш ата сол дұшпандарының қолынан шахид болған деген мәлімет бар. Сол сәтте аспаннан екі періште түсіп, Үкаш атаның басын алып қашқан деседі. Үкаш ата көзі тірісінде қай жерде жан тапсырсам да мейлі шахид болайын, Мұхаммед пайғамбардың қасында жерленсем арманым жоқ деп дұға тілеген екен. Пайғамбардың ізін қуған Үкаш атаның бұл тілегі қабыл болса керек. Басы шабылған сәтте кенеттен ауа райы бұзылып, найзағай жерге түсіп кетеді де үлкен тасты жарып жібереді. Содан құдық пайда болады. Үкаш атаның басы сол құдықтың ішіне түсіп кетеді. Дін дұшпандары екі сарбазын құдыққа түсіріп, басын алып шығуды тапсырғанымен одан нәтиже шықпапты. Үкаш ата туралы аңыздарға сүйенсек, оның басы құдық астындағы өзеннен күнбатысқа қарай ағып кеткен деседі. Үкаш атаны кейбірі қазақтан, бірі өзбектен шыққан деген ақпараттар бар. Дегенмен көптеген деректерде оның араб тайпасынан шыққаны, Меккенің қасындағы шағын ауылда туып өскені айтылады. Үкаш ата құдығы Түркістаннан 60 шақырымдық жерде орналасқан. Бұрындары мұнда келушілер көп болмаған. Себебі құдық басына жеңіл көлікпен жету халық үшін қиындық туғызған. Қазір асфальт төселген соң келушілер саны да еселеп артыпты. Соңғы 5 жылмен салыстырғанда әжептәуір көбейген. Құдыққа елдің түкпір-түкпірінен арнайы келіп, зиярат етіп кететіндерден бөлек Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей секілді шет елдерден арнайы келетіндер саны да артып отыр екен. Қазіргі таңда жұмыс күндері 300-400 адам келіп кетсе, сенбі жексенбіде ниет етіп келетіндер саны 700-800-ге жетеді екен. Үкаш ата құдығына жылдың жаз айларында ниет етіп келушілер саны көбірек. Әсіресе мамыр айында олардың саны рекордтық көрсеткішке жетеді. Басым көпшілігін оқушылар құрайды екен. Көпшілігі ұбт сынағынан өтіп кетейін деп дұға ететін көрінеді. Таңның атысынан күннің батысына дейін зиярат етушілер келе береді. Құдық ішіне жылына бір рет қыс мезгілінде түсіп тазалап шығамыз. Неліктен қыс мезгілі десеңіз, сол кезде адам сирейді. Құдық астына түскендегі мақсат тазалық жұмыстары. Зиярат етушілер құдыққа шелек тастағанда кейде ол қалып қояды. Өйткені төмен түскенше жан жағына ұрылады, майысады. Кейде көзілдірік, құжат, телефон секілді заттар адам еңкейгенде түсіп кетеді. Міне осының бәрін біз жинап шығамыз деп сөзін жалғаған шырақшы бұған дейін құдық ішіне алматылық альпинист түсіп, тазалық жұмыстарын жүргізіп келгенін айтты. Серік Қыстаубайұлы алғаш рет құдық астына түскен кезін былайша еске түсіреді. Әрине, алғашында қорқыныш, үрей болды. Альпинист жігіт, қорқудың қажеті жоқ. Тек қасыңа тағы 2 адам алып түсіңіз. Шелектер өте көп болады. Жоғары алып шығуда өзіңіз қиналып қаласыз. Ал оны жинап жүремін деп уайымдамаңыз, деді. Жинап жүрмейсіз дегені несі деп сенбедім. Астына түссем, расымен де солай боп шықты. Шашылып жатқан шелек жоқ. Тап-таза жер. Тура бір баскетбол ойнайтын алаң секілді. Шет тұсында күнбатысқа қарай өзен ағып жатыр. Мешіттерде намаз оқитын тұста үлкен арка болады ғой. Тура сондай жерге барып су жиналады да ары қарай жоқ боп көрінбейді.
Әлгі құдыққа түсіп кеткен шелектер ыдыс жуғанда кеселерді бір-біріне төңкеріп қоясыз ғой. Тура сол 7-8 данамен бір-біріне кигізіліп, құтты біреу түсіріп реттеп қойғандай қас-қатар бір шетте тізіліп тұр. Бір түскенімде мынандай жағдай болды. Құдық астында 8 сағаттай жүрдік. Бір кезде жоғарыдан шетке тұрыңдар деп айқайлады. Ресейден осы құдыққа арнайы ниеттеніп келген бір кісі шелек тастамасам болмайды деп тұрып алыпты. Тастады. Қасымдағы жігіт су қалай құйылады екен көрейінші деп қолындағы шамын қосып қалып еді, онысы атылып кетті. Біреулер үшін фантастика болып көрінуі мүмкін, бірақ шыны сол. Өтірік сөйлеп нем бар? Міне көрдіңіз бе? Алланың құдіреті деген осы шығар. Құдық астынан шелекке судың қалай құйылатыны әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Шырақшы құдық астынан жылына 300-ден 800-ге дейін майысқан шелектерді алып шығатынын айтты. Төмен түсу үшін ойыс-ойыс тастардың арасынан өтесің. Оңай емес әрине. Бірде мынандай жағдай болды. Алматыдан бір ер кісі әйелімен 2 қызы және ұлымен келіпті. Құдық ішіне шелек тастайды. Жіппен тартып шығарарда ауыр боп кетті. Жабылып жүріп шығарып алсақ 4 шелекке толы су шығып тұр. Алдында майысып, құдық ішінде қалып қойған шелектер ілініп шыққан ғой. Бір рет шелек тастап 40 литр су шығарып отыр. Тағы бір қызықты оқиға. Тұрақты келушілер қатарында ресейлік бір келіншек бірнеше жыл бала сүйе алмай жүрген екен. Осы құдық басына келіп, су ішіп, кейін түс көріпті. Түсінде белгісіз ер кісі гүл сыйлаған екен. Содан әйел аяғы ауырлап қыз баласын дүниеге әкелген. Осы жағдайдан соң ол құдық басына тағы да бірнеше рет келіп жүріп, қызынан соң ұлды болыпты. Біреу бала сұрап келеді. Енді бірі деніне саулық, келесісі баласының амандығын тілейді. Тағы бірі қызметінің алға басуын Алладан сұрайды. Алла шын ниетпен дұға еткеннің тілегін қабыл етеді.